шығу тойына жиналған құрметті ұстаздар, ағайындар. Енді олай болса барлығымыздың алдымен орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, жымиып күліп, музыканың қуаттауымен, шапалақтың шуақтауымен, той иесі Салтанат жеңгемізді отбасымен ортаға шақырайын. Болса қошеметтейік. Мынау Нұрболат баласымен тілектес келіні тамаша ән жолдайды. Анасының құрметіне болса қошеметтейік. Нұрболат және тілектес. Нұрболат келді. Бүгінгі Салтанат жеңгеміздің мерейтойы құтты болсын. Ау қалғым жұртым бармысың, төрт көзің түгел бармысың, қауышпағалы көп болды, сағынып қалған жарымысың демекші ағайын.
Мынау қазақ халқын тойға шақырсаң, 3-те шақырсаң 3-те келеді, 3-те шақырсаң 5-те келеді, 5-ке шақырсаң кешке келеді. Бүгін Құдайға шүкір, уақытынан ерте сағат ровно 7-тен 36 минут кеткенде кешімізді бастырған жатырмыз ағайын. Осында тойға келгенде ағайынмен тең болам, құруымды сұрасам, Ожырай деген ел болам. Бүгінгі кештің асабасы, салтанаттың қайнысы Нұрмақыт деген мен болам ағайын. Менің атым Нұрмақыт, сөз сөйлеймін тіл қатып, халыққа кезек беремін, артық айтсын үн қатып, әншіге кезек беремін, өлеңін айтсын тыңдатып, бишіге кезек беремін, өнерлерін шыңдатып, осы кешті басқарам, соның өзі бір вақты бүгінгі Зейнет тойда ашық деп жариялаймыз ағайын. Аллаға шүкір дейміз, құрметті ағайын. Шәкірттеріңіз де келіп жатыр, өте қуаныштымыз, барлық ұжымдастарыңыз да келіп жатыр. Бүгін той, ерекше той. Дос ағайын деген көп жоқ. Кілем мынау жеңешеміздің ұжымдастары, ұлағатты ұстаздар үшін бір қол соғып қошеметтеп қояйық ағайын. Ал енді жеңеше бұрын мен мұғалімдердің айлығы өсін деп тілейтін едім. Енді пенсияңыз өсін деп тілейтін болдым. Зейнет жасыңыз құтты болсын. Енді біз қазақ той десе балқып, той десе шалқып, той десе мақтанып, той десе шаттанып, той десе асығып, той десе шалқымен қалыппыз ағайын. Сондықтан бүгінгі зейнет тойымыз құтты болсын. Барлығыңызды астына алып отырыңыздар. Енді тойға келгенде жақсы тілек айту керек. Қазақта мынандай әдемі сөз бар, ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген. Сол мақалды біз сияқты жастар былай деп аударып алып дейді, братан Крища, братишка проблема деп. Біздің Ақтөбеде ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар десе, тұнау Шымкент жағында әпкесі бардың шапкесі бар, жеңгесі бардың теңгесі бар, апасы бардың запасы бар дейтін көрінеді. Және осы тойдың главный спонсоры менің Нұрлан ағама бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Енді бұл тойда осы тек Нұрлан ағамыздың бауырлары келіп отыр, құрметті қонақтар, басқа бөтен ағайындығымыз жоқ. Енді мына ат шыдамайды жауырға, адам шыдамайды бауырға дейді. Мына боксшылар біледі, боксшылар бокс дескенде басын қорғамайды екен, бауырын қорғайды екен. Өйткені бауырынан соқ қалған боксшы баспен жерге құлайды екен. Өмірде ағайын тап солай, бауырымызға қарамасақ біздің де маңдайымыз тасқа тиетіні анық. Бауырым ағайын сіздердей көп, алыс кетсеміз дейді екен. Медицина дамыған бұл заманда жүрекке ота жасап жүр дейді екен. Болады бір бүйректі алып тастауға өкпені кесіп алып үрлейді екен. Адамның ағзасының жалғыз мүше еш дәрігер бауырға тимейді екен. Өйткені адам баласы бауырсыз бір сағатта өмір сүрмейді екен. Кей адамдар басына құйып түспейінше бауырдың қасиетін білмейді екен дейді. Нұраға бүгін тойыңыз құтты, бауырыңыз бүтін болсын деп бір қошемет көрсетіңіздер. Жақсы месіп ақынның сөз тапқаны, жақсы месіп ақынның ой тапқаны, жиналып бүгін мені қалыпсыңдар, асылдың қалып қойған ұнтақтары, жеңешем зейнет тойын тойлап жатса, төгілсін қайнысының жыр тақпағы. Бүгінгі тойларыңыз тойғыласын, Ерсайын әкеміздің ұрпақтары деп бір қошемет көрсетіңіз. Сондықтан ағайын, осы тойдың төрінде ғалымаға бастаған бүгінгі Нұрлан ағамыздың бауырларын, және Ерсайын әкеміздің ұл қыздарын тойдың төріне шақырайын, күйеу балаларын қол соғып қошеметтеп қойыңыз. Тойда ашып берсін, қошемет көрсетейік. Нұрлан ағамыздың бауырлары. Қошеметтеп қойыңыз, тойдың төріне шақырамыз. Ашып беріңіздер. Ақтиярдың қарымыз алған күн деп жатыр. Біздің жаңа келініміз бақылай жұмыс жасап, мектептен пенсияға шығып жатыр. 61-ге толып жасы. Жаңа үлкен мектептен өзінің
жұмысшылықтары жақсы коллективтерге негізі жасады. Құтты болсын, өзінің куәсі болдық, көзіміз көріп, көзіміз қуанып, үлкен қуанышта болдық. Сіздерге көп-көп рахмет, мектептің басшылары, колледждің басшылары, серік қолданыстарын. Бәріне той құтты болсын, салтанат Нұрлан салтанат. Бүгін енді үлкен той жасағансыздар. Қолдыияға қызды қияға қойды қондырыңдар, немере бағасыңдар. Өздерінің еңбектерінің жемісімен мен зейнетке шығасың, салтанат бастап құтты болсын, зейнетке шығатын жасың. Жасыңа жас қосыла берсін, денің сау болсын. Бір жасында кәртәлімді айтып отыр ғой. Жаңа айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Айтып кетіп жатыр, салтанатты бізге келін болып түскенде 1988 жылдан бастап осы бізге Қожырай әулетіне келін. Біздің енді барлық қуанышымызды да, жамандығымызды да бәрі бірге атқарып, ат салысып жүр. Салтанатты бәрі мақтап жатыр, мақтауға тұрады. Енді не айтамын енді, күшті өтті мектепте өткен жұмысшыларына көп-көп рахмет айтамыз. Нұрлан енді құтты болсын. Екеуің енді немере бағып, шүйіре бағып жүре беріңдер. Ендері сау болсын. Турцияға барып келіңдер, енді мана көшіп жүріп жатыр. Бәрі құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, ойыл қазақ орта мектебі деп мана сіздердің аттарыңызды алмайын деп сөйлеген жоқпыз. Керемет кеш өтті. Біздің салтанат белгіміздің мерейін үстем болып, керемет жақсы шығарып салдыңыздар. Рахмет көп-көп. Бәріміз де ұстаздан білім алдық. Ұстаз деген керемет жандар енді. Біздің ұстаздар, біздің алғашқы ұстаздардың бірі Айнеш апай отыр біздің. Айнеш апай. Рахмет сізге. Біздер, мен айтам ғой, қатты осымағым, әйтеуір нан үйдеуді Айнеш апай үйретті деймін. Нанды керім жақсы басады кен, қазір онда ұшып кетті картайды. Қазір сатып алуға жүкіреміз. Ал, мына құрметті қонақтар, керемет біздің қайнымыз бен келіміз сыйлап келіп жатқан. Алыстан келіп жатыр қаным көлі мына. Алыстан келген былтыр Рәкүннің тойына да келдіңіздер. Рахмет көп. Бейбігүл Ақтөбеден келіп жатыр. Рахмет көп. Біздер салтанат екеуміз қатар түсіп бір жылдан, мен 87 жылы 8 мартта келдім осы Нұрлан үйіне. Соны ағамыз қоймайтын еді келген кісілердің бәріне. Былтыр 8 мартта үйлендік, биыл 8 мартта балалы болды. Сөйлеп қоймайды деді. Сол осы кісілердің қолына келін болып түскенімізге Құдайға рахмет, көп нәрселер үйретті. Жаңа семья отбасы болуды қалай екенін, бірін-бірі сыйлауды, жаңағы адамдарды сыйлауды бәрін сол кісілерден үйрендік. Жақсы. Содан соның ісін жалғастырып, апамыз айтатын еді жаңа, мен үйден етіп берген балам ғалым деп. Сол сыйластығымыз үзілмей келе жатыр. Осы Аллаға шүкір, салтанат жаңа жас болса да бас болып жаңа біздер нәрсені тыңдаймыз жаңа. Кім мана Лиза айтты ғой, Лиза дұрыс айтады жаңағы. Адам бетіне қатты келмейді, апасы келді дұрыс болмаса да маған айтпайды дұрыс емес деп. Үндемейді, келіншегім бүйтіп. Біздің Гүлайым келін бар ғой, ол жаңа біз өзіміздің келін бар ғой, ол айтады, тастай қылып, апам мынауың саламатсыз ба дейді. Ол саламатсыз ба деген дұрыс емес деген екен. Иә жақсы деп қоя қоямыз жаңа. Тойға жиналамыз ғой сонда. Апам мынауың дұрыс емес айтып, апам мынауың саламатсыз ба дейді. Жақсы еді. Дұрыс емес деген екен ол. Сол керемет сыйластығымыз ұзағынан жалғаса берсін. Біреуміз 38 жыл, біреуміз 39 жыл болсын. Жаңараққа келін болып жатырғанымызға. Енді балдарымыз жалғастырып жатыр осы. Соңғы іздерін балдар бір-бірлерімен жақсы тату-тәтті араласып тұрады. Осылай тек сыйластығымыз ұзағынан болсын, денсаулық болсын. Қайрып екеуі бір жастықта қартайды. Мана қуанып кетті ғой, Қайрып бір жастықта қартайды дегенде. Мен де ақтайтын. Құтты болсын тек тойларыңыз, той боласын. Зейнет жасың жаңағы, пенсияң рахатын көріп, демал, қыдыр, жаңбырға бар, 2-3 ай жатып қайтты. Рахмет көп-көп. Рахмет, ал той құтты болсын барлықтарыңызға. Рахмет көп-көп. Мына ұжымға, түлектеріне керемет жақсы. Рахмет барлықтарыңызға. Бүгінгі зейнеткерлік тойға шақырылған қонақтар, үлкені бар, кішісі бар, бәріңізге де ассалаумағалейкум. Енді мынау
бүгін көбі ұстаздарға болған, мектепте қызмет жасаған ұстаздар екен. Енді мына себебі енді Бижановтар әулетіндегі сол шаңырақтың келіне біздің балғызымыз салтанатына зейнеткерлерге шығып, сіздер құрмет көрсетіп, міне өзі құрметін сіздерге көрсетіп отыр екен. Құтты болсын. Осы тойда тілеген тілектеріңіз бәрі қабыл болғай осы шаңыраққа. Енді біз мынау іргелі ауданымыздың киелі қара шаңырағы қазақ орта мектебі бәрімізге де белгілі. Себебі міне осы мектептен талай шәкірт білім алып, әрбір елде қызмет жасап жүр, талай директорлер басқарды, талай ұстаздар қауымы осы жерде еңбек етіп, еңбек демалысына шығып жатыр. Солардың бәрінің бет бейнесі сол мектепте оқығаннан, кірген баспалдақтан бастап бізге белгілі. Сондықтан да енді күні кеше ғана осы салтанаттың келін болып түскеніне міне біз зейнеткерлік жасқа келіп қалыпты. Жаңа айтып отыр ғой, енді қазақ орта мектебінде бәріміз білім алдық. Оның ішінде бізге ыстық болатын себебі, енді менің жан жолдасым Ақмарал сол мектепте 43 жылдан артық еңбек етті. Сол бұдан 1-2 жыл бұрын осы қазақ орта мектебінің сол кездегі директоры Роза Сәуірбайқызы, міне сіздер осы отырған жастар бәрі шығарып салып, үлкен құрметпен шығарып салған болатығын, міне сол дәстүр әрі жалғасын тауып жатыр екен. Енді мына жаңа мектепте салтанаттың осы биылғы зейнеткерлікке шығуына байланысты осы мектепке жаңа басшы келіп, міне сіздің енді жаңадан қызметке келіп жатыр екенсіз, еңбегіңіз жемісті болсын. Жаңа тарихта қалатын бір сәттің біреуі деп ойлаймын. Себебі осы мектепке келіп жатқан міне салтанаттың бірінші зейнеткерлікке шығып, сол атаққа ие болу сізге бұйырып отыр екен. Біріншіден еңбегіңіз жемісті болсын. Мынау қазақ орта мектебінің әр уақытта қалыптасып келе жатқан осы биік тұғырлы алғы мақтаныштан сіз әрі қарай жалғастыра беріңіз. Тек мектептеріңізден осындай жақсы зейнеткерлер шығып, жастар тәрбиелене берсін. Енді екіншіден мына жерде, тағы мына жерде жастар бар. Біз енді қазір қарап, кейінгі жастарға қарап ойланып толғанамыз. Қазіргі жастар белсенді, себебі бұл заманның ағымына байланысты. Қазір міне электрондық заман даму, жасанды интеллект дейді. Міне қазірдің жастардың ойлау қабілеті, ойы, бұрынғы қызмет істеген ардагерлерді жақсы шығарып салу осы қазіргі жастардың бойында сіздердің ықпалдарыңызбен шығып жатыр. Кеше біз енді қалада отырып, сіздер түннің бір уағында келіп, әрине ол сіздердің өздерінің инициативаларын болу керек. Салтанатты үйден шығарып алып, ана жерде құттықтағанына мәз болып қалып жатыр. Енді сіздердің әр уақытта еңбектеріңіз жемісті болып, осы мектептің абыройын арттырып беріңіздер. Тек еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді мына жерде жаңа айтып отырмын ғой, салтанат шаңыраққа жаңа Ғаликең сөйлеп айтып кетті, оны қайта айтудың қажеті жоқ. Сол шаңыраққа келін болып түсті. Күні кеше көз алдымызда еді, салтанат пен Нұрланның сонау Алматыдан келіп, екеуі жап-жас қолтықтасып тұрып, сол кездегі мына Нұрлан мен Ғаликеңнің Бөкбет деген жиені бар. Соны айтқан сөзі бір есімге түсіп кетті. Сол сөзі бүгінде арасқа шығып отыр. Салтанаттың келгенде өзі қара болғанмен, оның іші алтын екен, ішінде толып жатқан көптеген жақсы тәрбиелі заттар бар екен. Міне сол шаңыраққа қазіргі беделді келін болып, жақсы ұрпақ өсіріп, жан-жағына құда жинап, дос-жараны жинап жайылып жатыр. Міне сол еңбегің құтты болсын. Біреке не айтамыз енді? Сол мына еңбек еттің ғой, еңбегің нәтижесін енді біз мына жолдастарынан, мектеп директорларынан бәрінен естіп, біліп атыр. Соның бәрі сенің енді бәленбай жылғы еңбегің, соның нәтижесі. Осы еңбегің енді қызығын көріп, ұрпақтарың өсе берсін. Әр уақытта Нұрлан екеуің жүзін жарқырап, қол ұстасып, тек жақсы, әдемі қарттық жасты бірге жасаңыздар. Той құтты болсын, тойларын тойға аласын.
Үшінші енді бұл жерде әрине ата-ана өскеннен кейін ең бірінші ата-ананың қолдайтын да өрге де сүймейтін атағында шығаратын мына ұрпақтары ғой. Мына ұрпақтары кеше көз алдымызда өскен балдарымыз, біздің балапандарымыз міне мән жігіт болып қастарына қосақтарын ертіп келіп, сіздердің тойларını көтеремін деп бір күн бойы келіп тойлап отыр. Сіздерге де көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Әр уақытта мына Гүлжанат, Ләпу, Черный, сол кішенің беделді балдар еді сол кездегі мысалы. Көше концертін қойып, тағы да басқа шараларды ұйымдастырып міне. Сол әр уақытта тек жүздерің жарқын болып, барлық жақсылықтарыңызды ата-аналарыңызға, бауырларыңызға жасай беріңіздер. Құтты болсын, аман болыңыздар. Той той қаласын. Ал енді бүкіл ұстаздар қауымы, бұл жерде нұрларыңыз отанатын көршілер бар. Бәріңе де құтты болсын, тағы да той той қаласын. Осындай әдемі зейнеткерлік тойды тойлап жүре берейік. Ал енді мына қайырлы кеш менің көз көрген, бірге еңбек етіп жұмыс істеген ардагер ұстаздар отыр. Одан қалды өзімнің күні кеше ғана араларынан кеттім. Араларында 43 жыл еңбек етіп, сол жастық шағымның көбі осы шыны керек тіпті өзімнің өмірімнің 85% осы өзіміздің туған ойыл өңірінде өтті. Осы қазақ орта мектебінде бір жерде тапжылмай 43 жыл жұмыс жасап, зейнеткерлік жасқа жетіп, әйтеуір абыроймен мені де осындай үлкен шығармашылық кеш жасап, шығарып салған өзіміздің ұстаздар, осы ұстаздар ұжымы Роза Сауырбаевна бастаған. Күні кеше ғана мен де шықтым. Шынымен де бұл зейнет жасқа шығу деген бір адамның өзінің өмірін артқа қарап, бір киноның лентасындай өзіне бір есеп беріп жатқан сияқты болады екенсің. Шынымен де мен не істеп едім, мен қалай жүріп едім, мен қандай болып едім деген сияқты әртүрлі адамның бойына неше түрлі сұрақтар келеді екен. Сол сияқты мына сіздердің араларыңызда есейдім, еңбек еттім, класс жетекшілікпен мұғалімдік қызметті қатар атқарып бірге жүрдім. Мен де көптеген шәкірттер тәрбиеледім. Сол сияқты міне салтанатымыз біздің мінекей осы мектепке 88-ші жылы келді. Сол 88-ші жылы Нұрлан екеуі отау құрып 89-да жұмысқа кірісті. Мен жаңылыспасам есептен. Өйткені менің әкем Ипастан бірнеше 17 жылға жуық осы білім саласында білім бөлімінің басшысы болған, Арғарата мектепте директор болды. Сол әкем салтанатты үйленіп біздің жаққа келгеннен кейін салтанатты жаңағы шешемді 50 жасқа толтыртып немере бағасын деп 89 жылы Жапон дүниеге келгенде шешем сонда Жапонды бағу үшін немеренің дәмін татам, немерені иіскеп отырғанның өзі үлкен бақыт қой деп сол кезде Ақсалтанды жұмысқа шығарды. Содан бері қарата осы бір мектепте тапжылмай еңбек етіп келе жатыр. Құдайға мыңда бір шүкір етем. Қазіргі таңда сол күйтті қандай ғана оңтүстіктен батысқа келген, кішкентай ғана именіп келген деп айтқандай, осы ойылдың қара топырағын аттап, Жамбылдың жап-жасыл жерінен келіп, мындаққа келіп ойылдың қара топырағы мен ойылдың шаңына үйренісіп, тастай батып, судай сіңіп, біздің Бежановтар әулетіне жақсы келін болды. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырғандай, бала келіннен ана келін, қазір әже келін атанып отыр. Қазіргі таңда Нұрлан екеуі ұрпақ сүйіп, ұрпақ жалғастырып, балдарды ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, бір талай шаруаны бітіріп жүрген азаматшаның біреуі. Енді былай қарағанда мұғалімдік жұмыс деген қызығы мен қиындығы қатар жүретін, өте бір қызық та, қиын да, сондай бір жауапкершілігі жоғары. Өйткені халық ұрпақты мұғалімге тапсырып отырғасын, мұғалімнің алдындағы жауапкершілігі өте көп. Сол жауапкершілікті жақсы түсінді.
бірнеше класс бітіріпті. Қазіргі таңда сол жан-жақта ұшып бәрі де жұмыс жасап еңбек етіп жатыр. Ғұмыры тек жақсылықпен өтсін. Нұрлан екеуі жақсы, отбасы, берекелі, мерекелі дейді. Немереден шөбереге жетіп екеуі бір төсекте қартайсын. Біздер қай уақытта тілекшіміз, тілегіміз қабыл болсын, дендері сау болсын. Енді не айтамыз? Ал енді мына ұжымға деген мана жайлап қарап отырым, Ростаурбаевна ардагер ұстаздар деген керемет чат ашып, сол чатта біздердің бәрімізді хабарластырып, жаңалықтарды айтып, жазып, бәрімен бетпе-бет кездесе алмасақ та тілімізбен сөйлесіп, бір-бірімізбен кездескендей болып отырамыз. Ростаурбаевнаға көп-көп рахмет, ризамыз қай уақытта да. Жанұясына өзіне тек денсаулық тілеймін. Әлі де талай биіктерді бағындыратынына көзім жетеді. Денің сау болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Ал енді не айтам мына інім мен келініме толқып айта алмай жатырмын негізі. Ал тек екеуінде бәрі бар шүкір. Ұл да бар, қыз да бар. Бәрі де бар шүкір. Болған үстіне бола берсін. Алла тағала тіл көзін тасқа дейін. Бізде қай уақытта да тілекшіміз, дендеріміз сау болсын. Денсаулық, зорбайлық дейді. Жаңа айтып жатсыңдар, мен шетін естіп қалып жатырмын, Турцияға барады деймін анағым дейді. Сондай не бар да? Турцияға барып екеуің жақсы демалып қайтыңдар. Енді шақырғанға барайық. Осында да былай. Ағайынның арасында шынында да менде болсын деген келіннің біреуі арасында да аунап-қунап төркінді сағынып барғанда төрінде аунап-қунап әке-шешеміздің жоқтығын білдірмей не айтамыз енді жақсылық тілеймін енді қай уақытта да. Деріңізге күмәнім жоқ. Аман болайық енді. Одан кейін мына одан кейін мына біздің салтанатымызды бізге оңтүстікте Нұрлан Алматыда оқыды, Салтанат Жемпеде оқыды. Химия, Каспийде. Жемпе, Каспий. Каспийде оқыды, химия, биология, географияны бітірді. Сол Салтанатпен Нұрлан сол Алматыда бірін-бірі тауып, енді жақсыны бір-біріне Құдай қосады дейді, Құдай қосқан шығар. Сол Құдайдың қосуына да септігі тиген. Осындай ойыл, Ақтөбе деген, ойыл деген жер бар деп, қасында подружкасы болған ойылдың қызы, менің келінім, ол да Ожырайдың келіні, Ағылығымның Бибігүл Бақытжанқызы. Бер қарата келуіміз сұраймыз. Бибігүл Бақытжанқызы. Салтанатымыздың жан жолдасы осы күнге дейін бір-бірімен әлі қарым-қатынас жасап, екеуі достығын үзбейді, бір-біріне деген адам деген негізі деген шынайы достық деген болады, адал достық деген болады. Бұның аржағында ішкі мейірімді достық болады дейді. Сондай бір-біріне көзбен ренжісе де былайша білдіре алмайтын бір-біріне керемет екі тату дос. Әлі күнге дейін достығы үзілген жоқ. Еңбекте де бірге жүрді, бірін-бірі құрметтеп, бірге ащы сабақтың талайын берді. Екеуі бірігіп, сол керемет достар. Ал біздер мына апалар сол достықтарында қадірлеп, бізді ескі алып арасында жақсы, напиток, сок теріп ішсін деп, азымыз болса да сыйлығымызды ұсынғымыз келеді. Ғалия жеңгем табыстайды. Жоқ, мен осы табыс берейін. Арғарата, тыңдап.
Одан кейін енді осы ұшында шырылдап барлық нәрсені ойлап жүрген, адамгершілігі жоғары, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, қандай әдемі сөздер айтсам да ол кісіге саяды. Роза Сауырбаевнаға азғантай ғана біздің от души мейірімізден шыққан подаркымызды қабыл алғайсың. Одан кейін мына бір 4 сағаттан кейін ба біздің салтанатпен қатар туылған өзі 60 жасқа келіп жатқан Майра Нұрғалиқызы, Ожырайдың қызы. Азғантай ғана вниманиеміз деп білесіздер. Көп рахмет, аман болайық. Одан қалды мына салтанатымызда енді қазіргі таңда бәрі де бар шүкір. Ертең сол жаңағы Нұрлан екеуі қыдыруға барғанда, оны сол шашып жұмсауға деп сыйлығымызды ұсынамыз. Ал, апарып бер. Мына ұжымға көп рахмет. Сіздерді қатты сағынып қалдым. Күндегі құттықтауларыңыз жастарды. Жаңағы нал дейді. Мені Әлия деген подружкам айтатын еді марқұм. Жанам деген жүрекке от беремін деп. Сондай жанып тұрған жастар, рахмет сендерге. Мына жетекшілеріңді жақсы зейнетке шығарғатсыңдар, тек аман болыңдар. Құрметті ұстаздар ауылы, енді зейнеткерге шықсаңдар осындай боласыңдар. Біреуге бұйырасыңдар, пакет таратасыңдар, соған дайындала беріңдер. Қойыңыздар, ауылдар. Қайда отырып қайда естен түсіріп естен болсын. Құрметіне жаңағы тілек айтқан мен апа жезделерінің, бауырлардың, ағалардың құрметтеріне Ожыра мен мақтарам деген әнмен ашқым келіп тұр. Сөзін жазған өзім, ән жазған өзім, орындайтын өзім. Ол сол көшеметтер болыңыз. Толықты болсын. Aynadım
Рахмет енді мына ожырайдың арнап өлең шығарғаны үшін ол саған пак. Құрметті қонақтар, тойымызды әрімен қара жалғастырайық. Асабаның міндеті тойды жақсы атқару, әншілердің міндеті әсемсазды атқару, қонақтардың міндеті алдындағы астару. Ата-ананың міндеті ұшырып қызын қияға, қондырып ұлын ұяға, қуанып қатты шаттану дейді. Милицияны погона сұрайды, проводникті вагона сұрайды, қасқырды қоя сұрайды, тамадын тоя сұрайды, қыздың көргі памады, тойдың көргі тамады, Нұрғақ сөзбен ағылсын, босқа сөйлеп нағылсын, бүгінгі айтқан тілектер періштенің құлағына шалынсын. Осы тойды өткізу менің мына ойымда, ақындық бар бойымда, туып едім ойында, әндетейік билейік, салтанат жеңгемнің зейнетке шығу тойында деп бір көрсетеді. Ал енді жекеше, мынау зейнет жасыңыз құтты болсын. Алла қаласа енді жұмыс істетсе, әлі бір-екі жұмыс істейсің, істемесең, кем бала жұмысқа кіресің. Ол қамалып немере бағатын деген сөзден шыққан. Сондықтан енді Алла біз сізде осы қатарға қосыласыз. Талай балаға білім берген, шәкірт тәрбиелеген осы тойдың төрінде ардагер ұстаздар қауымына қол соғып қошеметпен ортаға шақырайын. Және аудандық білім бөлімін шақырайын. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ардагер ұстаздар және аудандық білім бөлімі тойдың төріне. Және аудандық хим-биологтар қойындырын шақырайын. Қол соғып қошеметтер қойыңыздар. Және облыстан келіп отыр, қошеметтер қойыңыздар. Рахмет. Жеңешем кілең ұстаздар дегенге ойлады, бір 30-40 адам болады шығар деп. Молодец, қол соғып қошемет. Жеңешем сыйлап келіп жатқан ұжымға тағы да бір қол соғып қошеметтер қойыңыздар. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласын, салтанатты, зейнеткерлік жасын құтты болсын, денің сау болып, жастан жасқа тола бер. Отбасын аман, көрінген бала-шағаларының қызығын, нұрлан екеуін бірге көріп, немереден шөбересіңдер. Әрқашанда жат, қастарында деген жақсы адамдар болып, соларды нұр шапағатына бөлеп жүре беріңдер. Бар жақсылық болсын. Мына тойшы қауымға сіздерде де осындай той болсын, отбасыларыңыз аман, көрген бейнеттеріңіз тек қана той болсын. Құрметті той қонақтары, бәрімізге де сәлем бердім үлкендерге. Енді бүгін жаңа бірінші бөлімінде өте жақсы тілектер айтылды, жақсы лебіздер айтылды, салтанат жайлы. Оның бәріне біздер куәміз. Енді не айтайын? Тектілер қалды айтатындай. Бәрін сипаттап кетті. Мінез-құлқын, жұмысын, салтанатпен бірге қабілетінің болашақта тек жақтарымыз түспей жамандап қоймеңіз. Бір жастықта қартаймыз. Алла тағала сіздерге тек әдемі қарттық берсін дегім келеді. Жиендерді, немерелерді шақтап отырып, біріңізге біріңіз қарап отырып, Аллаға мың шүкірмін, сені қосқан деп біріңізге біріңіз айтатындай сондай жағдайға жетіп, тек көңілдеріңізде қуаныш болсын дегім келеді. Жолдамыз қай жаққа шықсаңыз да ақ жол болсын, бастаған қадамдарыңыз құтымен болсын, істеріңіз сәтімен болсын дегім келеді. Осы отырған тойға келген қонақтарға айтарым, көбіне бұл жерде жалып отырған жастар, қасымда тұрған бәрі зейнеткерлер, жастарға айтарым, сіздерге де осындай күн тусын дегім келеді.
осындай күнге жетіңіздерде, осы отырған азаматшылардың үйінде дастарханы молшылығымен, берекетімен тек той думанға жайнай берсін деген береді. Салтанат осындай нұрлан әсіресе. Бәрі нұрланның арқасы сен осында тұрғаның. Нұрланға көп рахмет. Осындай салтанаттай қызға ғашық болып, сол ғашықтығын жерге тастамай, осындай ертіп келгеніне шақырғандарыңызға көп рахмет. Тойымыз тойға аласа берсін деген келеді. Құрметті той иелері, той шақауын, бүгін үлкен біздер зейнеткерлік жастың тойына куәсі болып жатырмыз. Ең бірінші мына ой қазақ орта мектебі ұжымына сіздерге көп рахмет. Апайларыңыз әдемілеп мана бірінші бөлімде жақсы өтті. Шығарып салғансыздар дейтін өнерлеріңізбенен, әртүрлі шаралармен дейтін сіздерге жұмыстарыңызға шығармаңыз табыс дейтін, апайларыңыздың жолын болыңыздар дейтін, шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін дейтін, жұмысшылеріне көп рахмет дейтін. Ал енді салтанат өзіңізбен бірге енді жұмыстас болдым, әріптес болдық дейтін, талай жұмысыңыздың сабақтарыңыздың куәсі болдық дейтін. Енді мана мінезіңіз туралы айтпайтын өзім ойлайтын, осы салтанат дейтін биязы, жай, сөйлеу манері әдемі, жақсы деп дейтін. Сол өзімнің ойымдарының барлығын айтылған жұрттың тектерімен қабыл бірге келіп жатыр. Сондықтан сізге ризамыз дейтін. Енді мынау зейнеткерлік жасқа жетіп жатсыз дейтін, зейнеттің рахатын көр дейтін, нұрлан екеуіңіз енді бақыттың бір кеше беріңіздер дейтін, Алланың берген жақсы жасап дейтін, жұптарыңыз жазылмасын дейтін. Енді былтырғы оқу жылында бірге демалдық қой шипажайда дейтін. Сол енді мына беріліп жатқан демалыстарыңыз дейтін, ұзағынан болсын, бірге демалыңыздар дейтін, бала-шағаларыңыз қызығын көріп дейтін, зейнеттеріңіздің рахатын көріп, тойда тойға жақсылап жүре беріңіз дейтін. Аман есен болыңыздар, тойыңыз құтты болсын, бейжамықтар әулеті тойларыңыз құтты болсын дейтін, тойлар жалғасын табай берсін дейтін. Қымбатты бейжамықтар әулеті, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға жалғасын. Аллах салтан, зейнеткерлік жасқа құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Өзің бір ерекше жаратылған жансың көзден аман бол. Жапырақтарың жайына берсін. Нұрлан екеуің тек балдардың немере жиендерді қызығын көріп бірге қартайыңдар. Сол қызықты көретін Алла тағала денсаулық берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы мынау той шоуым, бүгін үлкен зәулім тойханада біздің Ақсалтанның зейнеткерлік жасы тойланып жатыр. Той құтты болсын, манадан бері жақсы тілектер айтылды ғой. Сол тілектің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Бай қуатты болыңыздар. Нұрлан екеуміз дейді, Алланың берген жасын жасап. Әдемі қатты тілеймін. Немере шөберелер көп болсын. Енді біздің жолымызды берсін, немере сүйіңіз, шөбере сүйіңіз деп осылай жақсы қуанышты тойларды жолға берейік. Ана бақытты ана гүл, ана менен бақытты ғой бұл өмір дейді, тек бақытты бол. Балаларының барша, келіп отқан жақсы оқушыларың бар, алыстан келіп отқан қонақтарыңыз бар, сол жақсы тілекпен келіп отыр ғой, ниеттес, тілеулес болып отыр, тек қабыл болсын, періште әумин. Бүгін енді бейжамықтар әулетінде үлкен тойдың куәсі болып отырсыңдар. Келін салтанат зейнеткерлік жасқа шығып жатыр. Жаңа бірінші бөлімде өте керемет немістер болды, әңгімелер болды. Соның бәрі періштенің құлағына. Сендерге Нұрлан екеуіңе тілейтінім бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Денсаулықтарың мықты болсын. Көрінген бала-шағаның қызығына тоймай, Алланың берген жасын жасап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Батысандар жолдарың болсын. Амандықпен жүрсек, бәріңізге да осындай қуаныш той тілеймін. Өзім әріптестерім, бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Нұрлан Жезе, Салтанат әпше, бүгінгі мерейлі 60 жасымыз құтты болсын.
Менің мамам Салтанат апайдың әпшесі болса, ол кісі енді зейнетке шығып Ақтөбеге кеткеннен кейін Салтанат апайды мен әпшелеп жатырмын. Бұл кісі мені енді кішкентайымнан бері ақжиен деп өсіріп келе жатқан апай. Салтанат апай, мына мерейлі жасыңыз құтты болсын. 40 жыл осы ойылдың топырағында алдыңыздан талай шәкірт шығарып, оларды білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беріп, алдыңыздан шәкірт ұшырып жатсыз. Ол шәкірттеріңіз мені өзіңізге келіп мына жерде мана ыссы тілектерін айтып жатыр, ізгілік тілектерімен. Сіздің енді алдыңыздан оқымаған шәкірт болғанмен сізбен бірге әріптес болып жүрсек те, манағы айтқандай химияның заңдылығымен бірге сізден өмірдің заңдылығын барлығын үйреніп жатырмыз. Сіз үлкенге құрметті, кішіге ізеттігі барлығын алдыңыздағы айналаңыздағы жастардың бәрін баурай білдіңіз. Сондай әріптесіңіздің бірі менмін. Мерейлі жасыңыз, зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын. Мен осы Ойыл Қазақ орта мектебінен жұмыс жасап, қазір енді мектеп гимназияда жұмыс жасаймын. Бірақ осы Ойыл Қазақ орта мектебінің әрбір шарасына осы ардагерлермен бірге келіп тұрамын қонаққа. Мен де ардагер болып, бұлармен бірге чатта тұрмасам да, осы сафта қалмаймын. Оған Ойыл Қазақ орта мектебінің ұжымына көп-көп рахмет. Енді ары қарай жаңа айтып жатыр ол тамада, ары қарай сағат беріп жатса жұмыс жасаңыз деп, жаңағы сағат бермей жұмыс жасамай болса, онда мектеп гимназияға келерсіз. Сағат бөлу алда дейді. Ал енді оның барлығын қойсаңыз, енді қ-м-ж, б-ж-б, т-ж-б деп басыңызды қатырмай, пенсияңызды сумкаңызға салып алып, жаңа Түркияда, Турцияда, Египеттен қыдырып, барлық фотоның бәрін сториске салып, бізді қызықтырып жүре беріңіз, біз көре алмай ауылда жүре берейік. Қайырлы кеш, қымбатты бүгінгі әдемі ерекше күнге жиналған қауым, қымбатты біздің әріптестеріміз, ардақты ардагер ұстаздар, үлкен әріппен жазылатын аты бар біздің педагогтар, бүгін міне баршамыздың басымыз қосылып, біздің құрметті Салтанат Махатқызының 61 жас туған күніне және құрметті зейнеткерлікке шығу тойына жиналып отырмыз. Салтанат Махатқызы, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Бүгін міне сізге арналған күн қандай керемет. Бүгін сіздің еңбегіңізді елеп, барлық сізді жақсы көретін шәкірттеріңіз, әріптестеріңіз жиналып, сіз туралы қандай әдемі әңгімелер айтылды. Сіздің осы ойыл өңірінен келген құтты келін, ана, педагог, ұстаз, осындай үлкен тұлға ретінде сізді көріп отырмыз. Сіздің әрбір жасаған еңбегіңіз елімізге елеулі, халқымызға қалаулы. Сіздің еңбегіңіздің арқасында осы сіздің түлектеріңіз, шәкірттеріңіз еңбегін жеп, өмірдің бар рахатын көріп жүр деп айта аламын. Міне бүгін сіз барлық өзіңіздің бойыңыздағы қасиеттеріңізді көрсете білдіңіз, тәлім, тәрбие беріп, осы Ойыл Қазақ орта мектебінің оқушыларының ең басты жыл сайын үздік класс жетекші атағын алған ең мықты класс жетекшілердің бірі бола білдіңіз. Сізді қашанда мен сондай мықты класс жетекшінің рөлінде көремін. Мынау қандай керемет класс шығарған, класс жетекші болған, сізді іздейтін, сіз 100 жасқа келсеңіз де, сіздің шәкірттеріңізге қай уақытта да ұстазы, мұғалімі болып қала бересіз. Міне сізбен бірге отбасыңызда қуанып жатыр. Отбасыңыз үлкен, атамыз, Ерсайын атамыз осы Ойыл Қазақ орта мектебінің қара шаңырағын қолға ұстап, ең алғашқы мектеп басшыларының бірі болған, аудандық білім бөлімінің басшысы бола білген, сол кісілерден тәлім тәрбие алған отбасы. Бүгін біздер сіздермен бірге қуаныштымыз. Осы отбасын қара шаңырақты ұстап, осы уақытқа дейін шамын сөндірмей, барлығын паш етіп жүрген сіз боласыңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Алдағы уақытта сіздің еңбегіңіз еш өшпей, тек қана жақсы
жақсы көріп, барлық жерде көрсете білеміз деп айта аламыз. Бүгінгі Бижановтар отбасындағы үлкен дүбірлі той құтты болсын. Зейнеткерлік өміріңіз қуанышқа толы болсын. Балаларыңызбен бірге, құда-құдағиларыңызбен бірге өмірдің барлық жақсылығын көріп, денсаулығыңыз зор болып, әрбір осы педагогтың төрінен көрінетін ардақты, ұлағатты ұстаз бола беріңіз. Тойларыңыз той болсын. Рахмет. Қайырлы кеш. Бүгінгі мана керемет кештің куәсі болдық. Дәл сол кешті ұйымдастырған Ойылғазы орта мектебінің ұжымына көп-көп рахметімізді айтамыз. Салтанат Махатқызы, сізді бүгінгі зейнеткерлік жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Әдемі зейнетке шығып, бала-шағаңыздың, немереңіздің қызығын көріп, ағаймен бірге бір жастықта қартаймыз. Тағы да құрметтеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті тойшы қауымдар, тойымыз құтты болсын. Бүгінгі тойдың иесі біздің әріптесіміз, менің құрбым, құрдасым Салтош. Бүгінгі келіп жеткен жасың құтты болсын. Бұл зейнеткерлік жас, мүшел жас. Осы тойым құтты болсын. Деніңе саулық тілейміз, өмір жасың ұзақ болсын. Енді осындай сені құрметтеп, осындай әдемі зейнеткерлік жасқа шығарып салып жатқан Самал Қабайқызы бастаған Қазақ орта мектебінің ұжымына көп-көп рахмет. Енді зейнеткерлік, енді бір 5 айдан кейін Салтанат, мен де сенің соңынан барайын деп тұрмын, сол зейнеткерлік жасқа. Құдай соған бұйыртсын. Біздің мына Ойыл ауданындағы химбиологтардың ішіндегі үлкені мына Салтанат, мен бибігүл едік. Енді бұйыртса, осы үшеумізден құтылғаннан кейін скреп жастар болып қалайын деп тұр екен. Ал тойларың тойға ұласа берсін, бала-шағаңның қызығын көр. Сен қандай құрметке де, қандай жақсылыққа да иесің. Сенмен талай бірге жүріп, Нүрекеңмен бірге бір жастықта бастарын бір жастықта қартайсың. Сенің қандай адам екеніңді мадан бері айтып жатыр, бәріміз білеміз. Сондықтан саған тек қана деніңе саулық тілеймін. Және әлдейін айтатын әже болып, қасында Нүрекең батасын айтатын үлкен ақсақалды ата болып жүре беріңдер. Тойларың той боласын, бала-шағалардың қызықтарын көріңдер. Енді өздерің осы химбиологтардың атынан азғантай ғана ақшалай сыйлығымыз бар, қабыл етерсіз. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Қошемет. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған көпшілік қауым. Салтанат апай, құтты болсын, зейнеткерлік жасыңыз керемет қаттықта, керемет демалыста. Қасыңыздағы ағамен бірге бір жастықта қартайыңыз. Жаңадан бері айтып отыр ғой тойда, ағам марқасы деп. Жақсы ер азаматтың артында жақсы әйел адам тұрады. Ол Салтанат апай деп ойлаймын. Яғни осындай керемет жанды қолпаштап, қасында демеу болған Салтанат апайға көп-көп рахмет. Мен Салтанат апайдың практикасынан өттім алдынан. Салтанат апайдың бір әлі есінде керемет бір ақылын айтты. Сол ақылым әлі күнге дейін мол азық болды. Бұл апай өзі біледі, ол не ақыл екен. Көп-көп рахмет айтқым келеді. Осындай жол бағыт, жас маман ретінде жол бағыттап, осындай түзу жолды көрсеткенге рахмет. Екіншіден, ұжымдастарына көп-көп рахмет. Риза болдым, үлкен көлемдегі ұжымдар екен. Көп-көп рахмет, сізді сыйлап, осындай құрметтеп жатқан. Үлкен деңгейде, аудандық деңгейде көріп тамсандым. Тіл көзден аман болыңыздар, тек отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына ұстаз деген керемет тұлға ғой. Тоқаевтың өзі де ұстаздан тәрбие алған, президенттің өзі. Сол себепті бұл үлкен тұлға, шәкірттеріңіз озып, жаңа айтып отыр, көз майын тауысып, сізде керемет жанға осындай біз сияқты жас мамандарға артымызда үлгі болып, сіздің жолыңызды берсін.
сіздің бейнеттеріңіз болмасын, тек керемет шағымыз болсын. Екеуміз бірге қартайып Турцияға барып демалып келіңіздер. Көп рахмет айтамын. Тойшылға жиналған тойшылға рахмет. Және де Ожыра елінің тойына көп рахмет дегім келеді. Нұрлан Ақсалтұш, мерейтойларыңыз құтты болсын, зейнетке шығу үлкен мереке, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, балаларыңыздың бәрі қаумалап келіп тойды көтеріп жатыр, достарыңыз келіп жатыр, алыстан шәкірттеріңіз келіп жатыр. Барлығына рахмет. Менің акушка подружкам келіп жатыр. Енді мен не айтқым келеді, тек жақсылық болсын, көп жылғы бейнетіңнің зейнетін көр. Үлкен кешті ұйымдастырып жатқан біздің Самал Қабаевна мен үлкен коллектив көп рахмет. Өте әдемі кеш болды, есте қаларлықтай әсерлі кеш болды. Тек ары қарай сол жақсылықтар бола берсін. Қонақтар сөйлесін күтіп тұрғаным ғой. Қайырлы кеш. Мынау енді кештің екінші бөлімі. Бірінші бөлімі керемет өтті. Енді мынау екінші бөліміде тамаққа тойғаннан кейін бәріміз біртүрлі салбырап, ылбырап. Енді жалғасып жатыр. Ақмарал апамыз келіп Ақтөбеден қонақбай жездемізбенен бәріміз мәз болып жатырмыз оғанда. Сіздерге құтты болсын. Күшті өлеңді шығарып мана айттың. Енді оны қазір айта алмаймын бұл жерде. Енді не болса да бұның несін, подаркасын берейін. Мына енді ойылдан босқа кетіп қалған екенбіз. Бір жағынан қызғанып та тұрмын. Турцияға барайын деп жатыр, екеуі де барады еще. Мен кластасын тастап кете ма деп едім, әйтеуір екеу дегенде о дедік, барсын дедік сол. Ал Турцияға жақсы барып келіңдер. Енді мынау сол Турцияның жолының кішкене ардагерлер ардагер ұстаздардың атынан мынау енді ішінде болмасам да мені қосып отыр, енді қосылдым осы. Әйтеуір жұғысты болсын, бір шығарымыз бір пенсияға деп. Ал құтты болсын, сол Турцияға жақсы барып кел енді. Мына класстасыма салайын. Класстасыма салайын. Ақсалтан болып отырсын ғой, тағы да айтам енді. Мына сосын айтайын деген ойылда болғанда жақсы екен, путевка береді, айтпен бізде бермей таңда, жәмән. Сосын жаңа айтып жатыр ғой, Айгүл енді орыс мектебінен бересің ба, қазақ мектебінен бересің ба, бір сағат бер бұған. Сосын класс берсейші, класс жетекшілерге ақша қосылайын деп жатыр еді. Не болса да бір класс шығарып салады күші бар оған енді. Рахмет, қонсалап қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді шақырақтың естеріп болсын, суретке түсіп Как
әзірге Бибінұрға арнағым келіп отыр. Қабыл алыңыздар. Жібер. Сол кімде бар, столда да бар ол зат. Жүгіріп келіп, кім бірінші столға отырады, сол құрметті қонағымыз сыйлықты алады, е? Ал енді кеттік, бірінші музыка қандай? Тыңдаймыз. Алма, келді. Болса дейсің бі? Коллектив па? Шамшыра коллектив па? Қосыға қошеметтер қояйық коллектив. Шамшыра қонақсы. Қошеметтей. Келесі. Келесі. Ашаш.
қошеметтеп қойыңыз. Екеуіңізге де рахмет. Апай молодцы, көп рахмет. Қызыл апа. Қабылдаймыз, қосылып қошеметтеп қойыңыз. Қабылдаймыз. Келесі. Келесі. Рахмет. Ай, тақия жоқ ол бұл жерде. Тақия жоқ қой. Келесі. Көзі бойынша, қосылып қошеметтейік. Шамаланып қойыңыз. Рахмет. Келесі. Мұрасы толы кез. Рахмет, қосылып қошеметтеп қойыңыз. Мұрасы жақын отырып алған жүгіріп келді ары қарай. Сізге рахмет. Қай бармасыз не? Ой, рахмет, қосылып қошеметтеп қойыңыз. Шамал, бір жігіт райшы. Қос музыканы. Үй жақта кездесу, неге қайтпа. Молодцы, молодцы. Рахмет. Молодцы. Пысық келін әкесі, молодцы. Қошемет. Дәнім кез кез еңбегім бар, жүріп бердім. Қошеметтеп қойыңыз. Келесі. Қайда қалайыз? Ой, қосып қошеметтеп қойыңыз. Мане, рахмет. Қошемет, қосып қойыңыздар. Келесі. Сумка ақтыла, бәл бала түрді, рағат. Қошеметтеп қойыңыз, рахмет сізге. Ана сумканы қойыңыз табын шешкі әттік, жеші ойыңыз. Кетті келесі. Жеңіше барып аяқты жүгіп берді болмас. Қолсыға қошеметтеп қойық балатсы. Сізге қаны сүйдік көріп, қошеметтеп қойық. Рақым, опып қалып көтше яны сексігіп. Так, жақтап қал, соңғы да. Кетті келесі үйді. Рақым, да алып кетші мұна. Ойды ойды. Қошеметтеп қойыңыз. Келесі. Қошемет қойды! Болды ма? Болды ма? Рахмет. Қолсыға қошеметтеп қойыңыздар, енді қалған сен. Әйел тоқ болса, еркек пайыз үшпей жүрмей, тоқ жүрек дейді. Үмбетте Уадин ағамыз айтқан екен дейді, әйелді жеңем дегенің, дастыру үшін өлем дегенің дейді. Біреу айтады, әйел адам чемодан сияқты, алып жүрен сен ауыр, тастап көтіп көзін қимайды дейді. Біреу айтады, әйел адам сотып телефон сияқты, ақшасы болса сөйлейді, ақшасы болмаса, елес түртін болып барады дейді. Біреу айтады, әйел адам галстук сияқты, тақпасаң әдейі болмайсың, тақсаң қылғындыра бастайды дейді. Менің асыл жеңешем, сіздің мойнына таққан галстугың емес, мойныңа таққан тұмарың деп білемін. Қазақта мынандай әдемі сөз бар, астыңдағы атың жақсы болса бір бақыт, алған жарың жақсы болса мың бақыт дейді. Мың бақытыңызбен бақытты ғұмыр кешіп, алтын тойға жетіп, немерені үйлендіріп, шөберенің қолын сүрушіге шын тілектен тілектеспін. Той құтты болсын ағайын. Адың жаман болса, дәрменің кетер, алғаның жаман болса, иманы демеші ағайын. Жүрсін Герман ағамыз айтқандай, әйелдерге мынандай баға беріп соң орындап берейін. Әйелмен айтам дәмдімен, әйелмен дәмді әңгімем, білгіңіз келсе ондайда, әйелге барып дәлелде, қай жерде мейлі қай елде, әйелдің міне әйелде. Әйелмен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер, бақыт сенде болмайсың, әйелің сорлы болса кер. Шыныңды соған ашасың, сырыңды соған ашасың, керіскек болса әйелің, іздейтін жердің тасасын, жақсы болса әйелің, мақұм сөмен басасың, Нұр ағамның жан-жары, зейнеткер ұстаз, қошеметтеп қойыңыз. Салтанат жеңгем жасасын деп, бір қошемет көрсетейік.
келесі ақ тілегіміз тағы да құрметті ұлағат ұстаздар, менің жеңешемнің ұжымдастары аграр колледж ұжымына қол соғып қошемет көрсетіп ортаға шақырайын. Және ал бірінші адамға достық қымбат, ал екінші адамға жастық қымбат дейді. Досым бірлік қимасын, досым бірлік сыйласын дейді. Алыстан ат телетіп, сюрприз жасап келген жеңешемнің досы бар, қошеметтің достары. Қошемет барлық достарды ортаға шақырайын. Ортаға аграр колледж